Сәлем достар, Freedom Bank'тен қалай 1000 теңге кешбек аламыз? Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Осы видеоның соңы төменіне сілтеме қалдырамын. Сол сілтеме арқылы Freedom Bank'ты жүктеп аламыз. Жүктеліп болған соң, қазақша немесе орысша деген батырма тұрады. Таңдайсыз өзіңізге ыңғайлы тілді. Келесі бастау батырмасын басамыз. Осы жерден бастау батырмасын басамыз. Басқан соң бізде келесі бет ашылады. Осы жерге телефон номеріңізді енгізетін боласыз. Қолданыста жүрген телефон номері болу керек. Енгізіп болған соң жалғастыру батырмасын басасыз. Осы жердегі жалғастыру деп тұр жасыл. Осыны басамыз. Енді бізде осы телефон номерімізге келген кодты енгіземіз. 4 сандық код келеді, соны енгізетін боламыз. Келесі ЖСН номеріңіз, яғни иініңізді теретін боласыз. Төмендегі жалғастыру пәрменіне өтеміз. Осы жерден бейне тексеруден өтетін боламыз. Көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Келесі бастау батырмасын басамыз. Осы жерден 3 бөлім тұрады. Ең жоғарғысын таңдасаңыз болады осы жерден. Келесі түрімізді көрсетіп, айтылғанына қарай мұқият орындайтын боламыз. Осы жерде біз тексеріп жатырмыз дейді. Яғни бұл сіздің данныйларыңызды тексеріп, тіркейтін болады. Осы жерге қарап отырамыз. Міне бізде мәліметтеріңізді жинап жатырмыз деп жатыр. Достар, егер қосымша сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазып өтіңіздер. Төменге промокод деп жазсаңыздар, мен сіздерге промокод беретін боламын. Сол промокод арқылы тағы да кешбектер алуға болады. Осы жерде эципіңізді шығарып жатырмыз деп тағы көрсетіп тұр бізде. Толығымен күтетін боламыз. Осы жерден картаңыздың сыртын, яғни өзіңізге ұнаған картаны таңдайтын боламыз. Мына жерде көптеген түрлерді көрсетеді бізге. Осындай коронамен бар екен, мынандай түрі бар, неше түрлері бар. Осы жерден өзіңізге ұнаған картаны таңдайсыз. Міне бұл жерде көптеген түрлері бар. Мынадай түрлері де бар, осындай түрлері де бар. Өзіңізге қайсысы өте қатты ұнайды, соны таңдасаңыз болады. Ұнаған картаны таңдап, жалғастыру батырмасын басамыз. Төменде жасылмен көрсетіп қойған жалғастыру деген батырма тұр. Осыны басатын боламыз. Ұмытып қалмайтындай кіру кодын жазасыз. 4 сандық кіру кодын қайтадан енгіземіз. Осы жерге шақыру промокод, яғни осы промокодты жазсаңыздар, ағылшын тіліне қоямыз. Үлкен әріптермен арасында сандар да бар. Осы жерді толық толтырып шығатын боламыз. Шақыру коды қабылданды. Енді жалғастыру батырмасын басамыз. Келесі мына жердегі осындай көрсетеді сізге. Бұл керек пе, керек емес пе, өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Маған қазір қажет емес. Бұл жерде хабарламалар іске қосыңыз дейді. Керек па, керек емес пе, оны да таңдайтын боласыз. Маған әзір емес бұл. Енді осы жерден қаланы таңдайтын боламыз. Мен қазір Тараз қаласында тұрғандықтан Тараз деп жазатын боламын. Сіз Алматыда тұрсаңыз Алматы деп жазасыз. Міне Тараз қаласы деп жаздым. Осы жерде біз Freedom Bank приложениесіне сәтті тіркеліп алдық. Енді ары қарай 1000 теңге кешбекті алуды көрсететін боламын.
осы жерден кешбекті іске қосу үшін кемінде 100 теңге сомасында кез келген төлем жасаңыз, немесе зат алыңыз, мысалы ұялы байланыс қызметін төлесеңіз де болады. Яғни телефон номеріңізге 100 теңге көлемінде единица дейді ғой, солай толықтырсаңыз да болады. Немесе төлем жасайсыз, бір картадан екінші картаға осы үшеуінің біреуін орындау керек болады, міндетті түрде бұл. Осы жерде толық орындап шығамыз қазір. Мысалы, мен супер картаға кіремін. Осы жерден картадан картаға деген батырманы басамын. Келесі жіберушінің картасын таңдаңыз. Басқа банк картасын. Яғни осы жерде толығымен толтырып шығатын боламыз. Яғни жіберуші картасының номері, қолданылу уақыты, яғни артындағы 3 сандық коды, карта иесінің аты жөні, төлем картасындағыдай тура қалай жазылып тұр, солай жазатын боласыздар. Қазір бізде төлем жүргізіліп жатыр. Осы жерде төлем толық жүргізіліп болған соң, ұялы телефоныңызға растау коды жіберіледі. Яғни, мысалы, Каспийдан жіберетін болсаңыз, осы кодты енгізетін боламыз. Растау дейміз. Басты бетке қайту. Бізге осы Freedom банкке мен мысалға 500 теңге жібердім. Осылай жіберетін боласыздар. Енді осы жерден қызметтер деген бөлімге өтемін. Операциялар деген бөлімге өтемін. Ұялы байланыс деген бөлімге өтемін. Осы жерге ұялы телефон номерді жазып, толық жазатын боламын. Енді осы жерге керек суманы жазып, төлеу деген батырманы басып, төлейтін боламын. Растау және төлеу деген батырма тұр. Осыны басамын. Келесі басты бетке өту батырмасын басамын. Сізге кешбек 24 сағаттың ішінде түсетін болады. Осы уақыттың ішінде түседі, осыған қараймыз. Сізде осылай кешбек алыңыз. Міне маған түскен кешбек, мына жерде көрсетемін. Осы жерде көрініп тұр, міне төменгі жағында. Енді досыңызды шақырып кешбек алуға да болады. Оны да көрсетейін. Досыңызды шақыру деп осы жерде тұр. Осы жерде толық орындап шықсаңыз, кешбек береді. Мына жерде сіздің шарттарын толығымен орындасаңыз, тағы да сізге кешбек беретін болады. Мына жерде сіздің жеке промокодыңыз, яғни осы промокодты қайдан алам деп жатады ғой. Көбісі бұны көрсетпейді. Мен сіздерге осы жерде толық ашып көрсеттім. Достарыңызды шақырғаныңыз үшін түсетін кешбек. Міне мысалы 1000 теңге түсті маған.